Сәлем достар, байланыста Жұмбағали. Бүгінгі шығарылымда паралимпиада чемпионы Оскар Писториустың оқиғасымен бөліскім келіп отыр. 1986 жылдың қараша айында оңтүстік Африканың Йоханнесбург қаласында Шейла мен Хенкенің екінші баласы Оскар Писториус дүниеге келді. Бірақ жаңа туған нәресте аяқ кемшілігімен туылды. Дәрігерлер баланың өмірін сақтау үшін дереу ота жасауға кеңес берді. Ата-аналары операция жасауға шешім қабылдады. Ота сәтті өтіп, кішкентай Оскар протездерге үйрене бастады. Ол ағапкелерімен бірге мектепке барып, күрестен өткен жарыста жеңімпаз атанып үлгерді. Мектеп қабырғасында Оскар тенниспен де жүзумен де айналысқан болатын. Бірақ оның басты арманы регби болды. Бұл оңтүстік Африканың танымал спорты ретінде саналады. Бас кезінде Оскардың регбидегі үлгерімдері жақсы болатын. Бірақ тізе жарақатымен анасының қайтыс болуы ауырға түсіп, бұл спорт түрін тастауға тура келді. Оскар көп ойланып жүгіру спортын таңдады. Бірақ ол үшін арнайы қымбат протездер керек болды. Әкесінің бизнесі банкроттыққа жақын қалса да, соңғы ақшасына Оскарға протез сатып алып берген болатын. Университетте Писториус қарапайым спортшылардан да озып, демеушілердің назарын аударды. 17 жасында ол 100 метрге жүгіруде оңтүстік Африканың паралимпиадалық рекордын жаңартты. 2004 жылы Афина паралимпиадасында ол алтын мен қоланы жеңіп алды. Ал әлемдік танымалдылыққа халықаралық жарыста кәдімгі кәсіби жүгірушілермен бірге өнер көрсеткенде ие болды. Ал 2008 жылғы Пекиндегі олимпиадада 3 дисциплина бойынша алтын жүлделер иегері атанған болатын. Халықаралық жеңіл атлетика федерациясы Писториусты Римдегі алтын лига жарысына қатысуға шақырды. Римде Оскарды көруге көптеген көрермендер келді, ал журналистер әдеттегіден бірнеше есе көп болды. Барлығы аяқ жоқ спортшының ешқандай шектеуі жоқ адамдармен жарысып жатқанын көргісі келді. Оскар бұл жарыста күміс жүлдеге ие болып, 2012 жылғы Лондон олимпиадасына жолдама алды. Жаттықтырушылар эстафетаның соңғы этапын Оскарға тапсырды. Оның командасы финалға шыққанымен тек 8-ші орынға ие болды. Бірақ бұл жеңіліс үшін Оскарға ешкім ренжіген жоқ. Оңтүстік Африкада Писториус ұлттық қаһарманға айналды. 2013 жылдың 14 ақпанында Оскардың өмірі түбегейлі өзгерді. Ол ғашықтар күнін өзінің қызы модель Рива Стенкамппен бірге өткізуге дайындалып жатты. Жас модельдің де тағдыры Оскардікіне ұқсас болды. Рива аттан құлап аяғын жарақаттап алған болатын. Дәрігерлер модельдің жүріп кетуіне күмәнмен қарады. Бірақ қиындықтарға қарамастан, Рива жүріп қана қоймай подиумдерге шығып танымал модель атанды. Басында бәрі жақсы болды. Олар тіпті үйлену тойына дайындалып жүрген болатын. Бірақ 14 ақпанда Оскардың үйіне полицияға шақырту түседі. Оқиға орнына келген полиция Риваның денесін ұстап отырған Писториусты көрді. Бастапқыда миллиондардың кумирі қылмысқа бара алатынына ешкім сене алмады. Сот залында Оскар болған жағдайды айтып берді. Оскар мен Рива бірге ұйқыға жатқан соң спортшы оянып балконнан желдеткіш алып келуге шығады. Бөлмеден шыққан кезде ол бірінші қабаттан шыққан шуды естіді. Ол үйге қарақшылар кіріп кетті деп шешіп, астыға түсіп тапаншасын алып дәретхананың есігін атады. Ал есікті ашқанда еденде жатқан Риваны көреді. Оскардың адвокаттары бұл қылмыстың абайсызда жасалғанын дәлелдеп, Писториус тек 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ прокурор Джерри Нейл істі қайта қарауды ұсынды. Қауіпсіздік жүйесімен қорғалған үйге қарақшылар қалай кірді? Неліктен қылмыскер дәретханада жасырыну керек? Және бірінші оқтан кейін Риваның даусы қалай естілмеді деген сұрақтар прокурорды таңғалдырған болатын. Нәтижесінде оңтүстік Африка жоғарғы соты прокуратураның наразылығын қанағаттандырып қылмыс қасақана болды деген шешім шығарды. Бірнеше рет берілген апелляцияларға қарамастан, спортшы бостандыққа тек 2024 жылы шығады. Бүгінге айтарым осы. Ал сіздер каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.